Рахмет, Любовь, жаңа уақыттың алда айтары көп, арна қосылу болсын, армысыздар. Өртті өршітпей әрекет еткенде адам шығынысыз шығуға болар еді. Премьер-министр бүгінгі отырыста Абай облысындағы оқыс оқиғадан бастады. Әлихан Смайылов тілсіз жаумен күрес шараларын қайта пысықтауды тапсырды. Әріптесім жалғастырады. Үкімет атынан қаза тапқандардың туыстары мен жақындарына көңіл айтамыз. 1 минут үндеусіздікпен марқұмдардың рухына тағзым етуді ұсынамын. Бір минуттық үнсіздік бітті. Ендігәрі үкіметке үлгі көрсету керек. Өйткені үйлестіру штабының отырысы үнемі өтіп тұрған, соған қарамастан салғырттық танытты. Мұндайда жағдайды дұрыс бағалап, кез келген апаттың алдын алуға барлық күш-жігерді жұмсау керек. Сонда ғана шығын азайып, адам өлімі мен ауқымды апаттан аман қалуға болады. Алайда Алматы аумағындай орман алқабы отқа оранды, адамдар опат болды. Ал бүгін іздеудегі тағы бір трактор табылды. Сергей Архиповтың алдымен техникасы анықталғанда үміт сәулесі жылт еткен. Көп ұзамай мүрдесін көріп, ол да өшті. Президент тапсырмасына сәйкес қара жамылған отбасыларға жан-жақты қолдау бар. Зардап шеккендерге де көмек көрсетіледі. Осы мақсатта арнайы қор құрылды. Бұдан бөлек Қазақстан халқына қорынан 7 миллион теңгеден бөлінеді. Кәмелетке толмаған балаларына қосымша 2 миллион теңге қаралған. Әулеттің еңбекке жарамсыз мүшелеріне асыраушысынан айырылу бойынша жәрдемақы төленеді. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры да бір жолға әлеуметтік төлем тағайындайды. Зейнетақы қоры да жерлеуге жәрдем бергелі отыр. Несиелер де кешіріледі, тағы тұрғын үймен қамтылады. Бірақ бұндай сын сағаттарда сасып қалмау керек. Төтенше жағдайлар министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен бірге табиғи өрттерге қарсы әрекет ету алгоритмін қайта қарау қажет. Жанған орман алқабы 60 мың гектарға жуықтайды. 43 мың гектарында алапат өртпен әлі алысып жатыр. Елді мекендерге қаупі жоқ. Қазақстанда өрт сөндіру жұмыстары екі бағытта жалғасуда. Батыста өрт тоқтату үшін 300-ден астам жеке құрам, 30-дан астам бірлік техника, екінші бағыт бойынша 200-ден астам жеке құрам және 40-тан астам бірлік техника жұмыс жасауда. Айтпақшы, өңірде зардап шеккендерге көмек және өрт салдарын жою үшін Ақ ертіс қайырымдылық қорында арнайы есепшот ашылған. Әкімнің мәліметінше 48 миллион теңгеде жиналыпты. Нысаналы Ығыл, Наурыз Базаров, Төлеген Бейсенбаев, Жібек жолы. Өрт қасақана қойылуы да мүмкін. Бұл орман өртіне қатысты себептердің бірі ғана. Құзырлы органдарға оқыс оқиғаны зерделеуге 2 ай мерзім берілген. Жалпы шарпыған жалын тиісті саладағы түйткілдерді ашып берді. Күлі көкке ұшқан орманға қатысты 3 нұсқа қаралып жатыр. Қасақана өрт қою, салғырттық және жалт түсу. Қылмыстық іске арнайы прокурорлар жетекшілік етеді. Шұғыл тергеу тобында полицейлер де бар. Осы ретте жұртшылықты бір ой мазалайды. Бұрынғы төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин жұмыстан оңай кеткендей, қылмыстан да солай сытылама. Өрттің тіркелу дерегінің өзі төтенше жағдай ғой. Демек қылмыстық іс аясында өрт неден болды? Кім уақытылы шара қабылдамады? Мүмкін салғырттық әлде қызметтік міндеттерін атқармау бәрі тексеріледі. Журналистер Роман Склярдың жолын бөгіп, сұрақтар төтесінен қойды. За все курируемые мной сферы я в том числе несу ответственность. Елде экология министрлігіне қарасты 2 орман резерваты бар. Семей және Ертіс аталады. Бірақ ведомствоның төтенше жағдайға дайындығы 60%-ға жетпейді. Техника тапшы. Особенно в последние годы. Соңғы жылдары жағдай айтарлықтай қиындады. Біз техникамен қамтуды жоспарлы түрде жүргізіп жатырмыз. Ал рация басқа да қажеттіліктердің болмауы қылмыстық іс барысында ескеріледі. Қазір өртті жоюға 1800-ге жуық адам жұмылған. 345 техника және 15 тікұшақ бар. Бұлақ, Талица, Половинки елді мекен тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілді. Олар Семей қаласы мен Бородулиха ауылындағы орталықтарға орналастырылды. Нысаналы Ығыл, Наурыз Базаров, Төлеген Бейсенбаев, Жібек жолы.
Абай облысындағы өрт сөндіруге 3500 тоннадан астам су төгілген. Қазір әскерилер де орман өртімен күресіп жалғасып жатыр. Қызыл жалынды сөндіруге 7 тікұшақ жұмылдырылған. Олардың әрбірі 3 тонна ғана суды көтере алады. Сондықтан мамандар ұшақтардың топтасып ұшқаны тиімді дейді. Айта кетейік, сондай-ақ ұлттық ұланның 100-ге жуық сарбазы көрші ауылдарға жіберілуде. Орманды жалмаған өрт әлі толық сөндірілген жоқ. Абай облысында орын алған орман өрттерінің зардаптарын жою бойынша қарулы күштер, оның ішінде Шығыс өңірлік қолбасшылығының жеке құрамы жұмыс жасап жатыр. Қазіргі кезде 600-ден астам жеке құрам, 50-ден астам әскери техника және 7 тікұшақ өрт зардаптарын жою жұмыстары орындауда. Біздің алға қойған негізгі мақсатымыз осы тілсіз жауды тоқтату, еліміздің тыныштығын қамтамасыз ету. Қазақстанда орман шаруашылықтарын материалдық техникалық жарақтандыруға арналған нормалар мен нормативтер қайта қаралады. Бұл туралы бүгін Жібек жолы телеарнасына экология және табиғи ресурстар министрі Зульфия Сүлейменова мәлімдеді. Біз биыл материалдық техникалық жарақтандыруға қаржы бөлуді қарастырған едік. Одан бөлек жауынгерлік киім мен жеке жүйенің құрал жабдықтарының болуы секілді басқа да мәселелер бар. Қазір біз материалдық техникалық жарақтандыру және белгілі бір қорғаныс құралдарының болуы жайлы қажетті нормаларды қайта қарап жатырмыз. Семей ормандағы өрт сөндіруге Қазақстан билігі басқа мемлекеттердің көмегіне мұқтаж емес. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров айтты. Десек те, Түркия мен Өзбекстан президенті көмек көрсетуге дайын екендерін жеткізген. Бұған дейін екі ел басшылары Қасым-Жомарт Тоқаев пен телефон арқылы сөйлескен еді. Егер апат үлкен болса, мемлекеттің өзінің шамасы жетпей жатса, онда көмек сұрауға мәжбүр болады. Әзірше біз ондай көмек сұратқан жоқпыз, бірақ менің естуімше бір-екі мемлекет көмек көрсетуге дайын екендігін білдірді. Өрт аяқталған соң оның салдары қалай зерттелуі керек? Жалпы бүгінге ахуал қандай? Бүгін біздің студиямызда қонақта Қазақстан Республикасы парламенті сенатының Абай облысының депутаты Қайрат Тастекеев мырза, қош келдіңіз аға. Аға, енді шынымен де біз мына жақта Астанада отырып, біздің өзімізге бұндай ақпараттарды 8-нен бері тарату оңай емес. Сіз білуімізше күні кеше өзіңіз Абай облысына барып келдіңіз. Өрттің болып жатқан дәл ошағына барып көрдіңіз, көзіңізбен көрдіңіз, бойыңыздан өткіздіңіз. Не болып жатыр қазір? Енді бұл өте қиын жағдай, табиғи апат қой. Өрт, су, тілсіз жау дейді. Бұл айтып келмейді. Сондықтан бұл өрт жаңағы шығысымен, біздің құлағымызға жетісімен, біз елімізге, жерімізге деген алаңдаушылықпен, сразу мына сол елден депутат Арғынбекова, Айнұр Серікбаевна, мен және Бұлақина Ольга Александровна үшеуміз ұшып кеттік. Тікелей түсе салысымен сол өрттің болып жатқан жеріне бардық. Сол кезде ол жерде штаб құрылған, штабта жаңағы қызметкерлермен сөйлестік. Ол кезде замминистр болды, және әкімнің орынбасары болды. Әкім болған екен біздің алдымызда 5 минут бұрын жаңағы жолға шығып кетті, басқа мәселелермен. Сол кезде жаңағы жұмыс істеп жатқан, осы өртті сөндіріп жатқан тікелей өрт сөндірушілермен кездестік. Өртті сөндіру біріншіден өте қиынға түсіп жатыр. Өйткені мына орман болғаннан кейін және құмды жер, оған барып тікелей баруға мүмкін емес. Барған бетте де өрт желмен айланып кетіп, жел күшейіп жатыр оның үстіне, қайта қоршап алады. Сондықтан өтті. Астанадан өрт сөндіріп жатқан мына тікұшақтар. Біз барған кезде тікұшақ жетеу болатын. Ол тікұшақтың өздері тек қана күндізгі уақыттарға өрт сөндіреді. Түнде ұша алмайды екен. Көрдіңіз бе? Ал енді түнгі уақыттарда мына жел соққан кезде өрт өршігіп кетеді. Өзіміз жаңағы вертолетпен қарап, үстінен қараған кезде өрттің аймағы болып жанып жатқан аймағы. Аймағы жанып жатқан аймақ жан жаққа таралады ғой желмен. Одан басқа жерден бұлай қарасаңыздар, жан жақтан бүйтіп ошақтар шығып жатыр. Мен айтам, бұл қалай деп келген екен мамандарға сұрақ қойсам айтады. Ана жаңғақ қызиды екен де, әбден жаңағы жеңіл нәрсе желмен ұшады екен. 1-2-3 километрге шейін ұшады. Ұшатта ана жерден қайта өрт бастады, ана жерден қайта өрт бастады. Көрдіңіз бе?
Оның барлығы жаңағы айтып тұр ғой, жаңағы техниканың бара алмауы, тікұшақтың аздығы қазіргі кезде қолайсыз жағдайларды туғызады. Ол поселок, ол район, ол жаққа көп азаматтар бара бермейді, айлық жалақысы өте аз. 60 мың деген ақпарат рас па? Шын солай алады ма екен? Солай алады екен. Жай орманшы 60 мың теңге дейді. Одан кейін жаңағы орманшылар бізге айтады. Қазіргі кезде жаңағы тергеу органдары, немесе прокуратура қазіргі кезде құқық қорғау органдары сыбайлас жемқорлық етеді. Мен қандай сыбайлас жемқорлық басым? Мысалы үшін жаңағы орманшы әкесі, әйелі бухгалтер, ұлы орманшы. Ол енді қайбір жетіскеннен, сол баяғы ақшаның жетіспеушілігінен, Мысалы үшін жаңағы қаладан біреуді әкесі 60 мың теңге орманшы есі, не үй жоқ, бармайды, мамандар жоқ. Соны тапшылықтан еріксіз осындай бір үйде 2-3 кісі болуы мүмкін. Ол қиылып кеткен қыршынан келген біздің жас балалар өзіміздің. Көріңіз бе? Олар бір жағынан өздерінің патриоттық сезіммен өрт бастаған кезде, жаңа бастаған кезде өзіміз өші қоямыз деп, бір жағынан өзінің патриоттық сезімдерін барған қою. Ол өрт қорап тұрған, сол кезде ыстық, 38-40 ыстық көрдіңіз бе? Жел соққаннан 5-10 минутта көлем үлкейгенде, біресе оңға соққан, біресе қоршауда қалған. Қоршауда қалған кезде айтып үлгерген, біз қоршауда қалдық, көмектесіңдерді. 1-2 минуттан кейін рацияның үзілген. Тіпті кейбір отбасыдан 2 адамнан да кетіп жатыр. Өте қиын жағдай, мынадай бейбіт уақытта осындай адамдардың қаза тапқаны, ол өте қиын жағдай. Түсіну өте қиын. Ана жерде еңіреген баласын іздеген ана, әкесін іздеген бала, немесе әкесі шешесі баласын жоғалтып отыр. Көрдіңіз бе, бұл жерде ахуалды өзіңізбен көрсеңіз өте қиын. Расында президент барып көңіл айтып, керекті сіз айтқан көмектерді бәріміз береміз жатыр. Біз де өзіміз тарапынан депутаттар, сенат депутаттары бір айлық бір күндік айлық жалақымызды біз аудардық. Бүгін аудардыңыздар, Оның бәрі кішкене де осының көмек болсын деп жатырмыз ғой. Рахмет аға, енді елге жерге барғаннан кейін, өз көзіңізбен көргеннен кейін осыншама толқып, әсеріңізбен, барлық көргеніңізбен бізбен бөлісіп, көрермендерімізге айтып, құлақ қағыс ретінде айтып отырғаныңыз, жағдайдың қаншалықты қиын екен, қаншалықты ауыр екен жеткізіп отырғаныңыз үшін, уақытыңызды бөліп біздің студиямызға келгеніңіз үшін рахмет сізге. Қымбатты көрермендер, жаңа уақыт бағдарламасын біз өз кезегімізде одан әрі сабақтаймыз. Арна қосулы болсын. Ел өңірлері Семей еліне көмек жөнелтіп жатыр. Алматыда 30-ға жуық ерікті ұйым жасақталған. Бір күнде олар 300 келі гуманитарлық көмек жинады. Басқа аймақ халқы да арнайы қор жинап, қаржылай қолдау көрсетуде. Павлодар облысының қоғам қайраткерлері гуманитарлық көмек ретінде 15 миллион теңгеден астам қаржы жинады. Ал жоғары оқу орындары қайғылы жағдайға тап болған отбасылардың балаларын оқытуға грант бөлді. Өңірден қажетті азық-түлік, гигиена құралдары 10 тонна жанар жағармай жөнелтілді. Айта кетейік, көмек шараларын ұйымдастыру барысында 30 ерікті жұмылдырылды. Қандай бізден қолымыздан не келеді, соның барлығын істеуге тырысамыз. Бізден не сұрайды, ұйымдастырушы сол жердегі адамдар, соның барлығын әкелу, апарып беру, соның заттарын барлығын істеуге тырысамыз. Жан түршігерлік апат шымкенттіктерді де бейжай қалдырмады. Қала тұрғындары зардап шеккендерге қаржылай қолдау білдірді. Сол жаққа барайын десек, өрт сөндірушілері бар, ол жақта көмек көрсетіліп жатыр, сондықтан гуманитарлық көмек көрсетейін деген ой болды. Десе де біздің гуманитарлық көмек мысалы қай уақытта жетеді, одан да ақшалай болса да, өзімнің кішкенде тамшыдай болса да көмегім болсын деп счеттарын ақшалай лақтырдым. Ал Ақмола облысының тұрғындары көмек ретінде волонтерлік желілердің деректеріне сүйеніп, қаражат жинау жұмыстарын жүргізуде. Помогаем массовой рассылкой. Абай облысы еріктілерінің арнайы деректемелерін қоямыз. Сол жерге адамдар қажетті қаражатты жібереді. Біз зардап шеккен адамдарға шын жүректен көңіл айтамыз. Жалпы еліміздің басқа өңірлерде жылу жинауға кірісті. Ал еріктілер Абай облысына аттанады. Фариза Манбай, Азамат Айтхалин, Шуддин Сайдов, Әйгерім Бегенова, Жібек жолы. Табиғи апаттан қаза тапқандардың балаларына 200 мың теңге қаржылай көмек беріледі. Басты демеушілер Freedom Holding Corp пен Семей цемент зауыты. Бағдарлама шарты бойынша бұл қазақстандық компаниялар аннуитеттік төлемдер жүргізеді. Толығырақ келесі бейнематериалда.
Тілсіз жаумен күресемін деп өмірмен қош айтысқан 15 батыр. Артынан аңырап, қайғыдан қан жұтып жақындары қалды. Әйелдер тірегінен, балалар әкесінен айырылды. От лица команды Freedom Holding Corp хочу выразить искренние соболезнования каждому. Біздің ұжымның атынан жақындарын жоғалтқан әрбір отбасына қайғыра көңіл айтамын. Бұл қаза тапқандардың жақындарымен қатар бүкіл қазақ қоғамы үшін орны толмас шығын. Қайғылы оқиғаға тап болғандар біздің көмегімізге бұрынғыдан да мұқтаж. Қазақстандық ірі компаниялар қолдауды тек материалдық жағынан емес, түсіністік пен қамқорлық таныту керек дер едім. Осы тұста біздің Freedom Support бағдарламасы балаларға көмек көрсетеді. Freedom Support помощь получат дети, чьи родители уже не смогут позаботиться об их будущем. Бұл сақтандырудың арнайы бағдарламасы, ал мұндағы негізгі сөз саппорт, яғни қолдау. Freedom және семей цемент серіктестері отбасыларға сақтандыру полистерін сатып алады. Ал Freedom Life бала кәмелеттік жасқа толғанға дейін ай сайын аннуитеттік төлемдер, яғни 200 000 теңге төлейтін болады. Мы, получается, тем самым на себя берем вот эту ответственность, что на протяжении 18 лет, да, то есть, если, например, есть там... Біз бала 18 жасқа толғанға дейін жауапкершілікті өз мойнымызға аламыз. Әрине, асыраушысын алмастыра алмаймыз. Бірақ ақшалай көмек көрсетеміз. Мысалы, ертең әйел балам не жейді, не киеді, мектепке не алады деп алаңдамайтын болады. 2-3 детей она может купить те же самые там, ну, начиная там от памперсов, хлеба, да, условно говоря, заканчивая какими-то вещами в школу. Freedom Support бағдарламасы өткен жылдың қаңтарында бастау алған. Компания қаңтар оқиғасы кезінде қаза тапқан тәртіп сақшыларының отбасыларына қолдау көрсетті. Олардың арасында әке қамқорынан сәби кезінде айырылған балалар да бар. Ең кішкентайы ол кезде 3 айлық еді. Төлемдердің жалпы сомасы 200 миллион теңгеден асқан. Аружан Серік, Рахат Мұқажанов, Айман Каймулдина, Жібек жолы. Алапат өрттен азаматтарымыздың ажал құшуы тұтас ел үшін қасіретке айналды. Осындай сын сағатта ұлт тағдыры үшін ұйысып, қазақстандықтар ауызбіршілікте болуы аса қажет. Халықтың жұдырықтай бірігуі маңызды. Шымкенттегі ел ағалары Семей жұртының қайғы қасіретіне ортақпыз дейді. Еліміздегі Абай облысында болып жатқан орман өрті апатты жағдай. Орман өртінен сөздегі қызметкерлердің зардап шегіп, семьяларының зардап шегіп, 14 орманшының қайтыс болғаны бүткіл қазақстандықтардың қабырғасын қайыстырып отыр. Барлық абайлық азаматтарды сабырлыққа шақырамыз. Елімізде тыныштық болып, бұндай төтенше жағдайлар, апаттық жағдайлар орын алмасын. Мемлекет басшысы, танымал әнші, өнер қайраткері Димаш Құдайбергеннің атасы Құдайберген Айтбайұлының дүниеден өтуіне байланысты Айтбаевтар әулетіне көңіл айту жедел хатын жолдады. Құдайберген Айтбайұлы ауыл шаруашылығы саласында көп жыл қажырлы қызмет етіп, еңбек ардагері атанды. Адамгершілік асыл қасиеттерімен өз ортасына сыйлы, ағайын туысқа қадірлі жан болды. Ұлағатты ұрпақ өсіріп, дарынды ұл-қыздарды тәрбиелей білді. Айнала төңірегіне мейірім шуағын шаша білген Құдайберген Айтбайұлының жарқын бейнесі оны білетіндердің жадында сақталады. Марқұмның иманы саламат, жаны жаннатта болсын деп жазылған жедел хатта. Жалғастырамыз. Жусан банк активтері Қазақстанға қайтарылды. Бұл туралы Әділет министрлігі хабарлады. Айта кетейік, 2021 жылы телекоммуникация, ауыл шаруашылығы және өзге саладағы ірі активті қамтитын Жусан тобы шетелдік құзыретке өткен болатын. Салдарынан Қазақстан үкіметі топқа жүргізілетін бақылаудан айырылып қалған. Министрлік мемлекеттік органдармен бірлесе шешім қабылдап, осындай байламға келді. Қажетті құжаттарға да қол қойылды. Жусан банк Қазақстанның білім беру ұйымдарын қаржыландыруды жалғастырады. Бұған дейін алған мемлекеттік көмекті мерзімінен бұрын қайтарады. Сондай-ақ мемлекет басшысының сыртқа шығарылған активтерді қайтару жайлы тапсырмасын жүзеге асыруды жалғастырады. Шымкентті жылумен қамтамасыз ететін мекеменің бірі кейінгі 3 жылда 2,8 миллиард теңгені негізсіз тапқан. Қалай дейсіз бе? Қуат жылу орталық 3 мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 2020 және 2022 жылдар аралығында бюджеттен субсидия ала отырып, бұл соманы тұрғындарға арналған тарифке де енгізіп қойған. Сөйтіп, екі жақтан пайдаға кенелген. Нұрлан Әлімбаев сабақтайды.
Бұл мәселе табиғи монополияларды реттеу департаментінің қуатшылық орталығы үш кәсіпорнына жүргізген тексерісінен кейін анықталған. Алдымен тарифтік смета тексерілген, кіріс шығыс көлемі мен мемлекеттік субсидияның қайда жұмсалғаны да сараланған. Нәтижесінде мекеменің 2,18 миллиард теңгені негізсіз пайда қылғаны әшкереленді. 3 жыл бойы субсидия бөлінген, бірақ ол ақша бізде тариф сметада салынған. Сіз былай қарасаңыз, тарифті тұтынушылар сол арқылы төлеп, сол ақшаны төлеп отыр, бюджеттен де бөлініп отыр. Сол кезде екі жақтан ақша бөлінгендей болып тұр. Сосын біз келіспей, бюджеттен алған ақшаны қайтадан халыққа төмендету керек деп шештік. Монополияларды реттеу департаменті жылу орталығына тұрғындар алдындағы қарызын тарифті 40%-ке арзандату арқылы өтеуді ұсынған. Алайда коммуналдық мекеме оған келіспей сотқа арыз түсірген. Сот бірінші сатыда қуат жылу орталығы үш мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның талап арызын қанағаттандырмаған. Апелляциялық инстанцияда бұл шешімді өзгеріссіз қалдырды. Сот талқылауларының нәтижелері бойынша апелляциялық сот алқасы бірінші сатыдағы соттың шешімін өзгертпей, ал апелляциялық шағымды қанағаттандырусыз қалдырады. Сот шешімі күшіне енген жоқ. Қуат жылу орталығы үш мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 25 күн ішінде жоғарғы сотқа арыздануына құқы бар. Нұрлан Әлімбаев, Жібек Жолы, Шымкенттен. Атырауда әрқайсының құны 14 миллион теңгеге орнатылған аялдамалардың қазіргі күйі сын көтермей тұр. Қазынаның қыруар қаржысына салынған нысандардың есіктері сынып, ішіндегі салқындатқыштары істен шыққан. Тұрғындар бұл аялдамалар билік тарапынан тиісті деңгейде бақыланбай отыр деп налайды. Жұлдыз Қайраттың репортажы. Қазір Атырауда ауа температурасы плюс 40 градустың үстінде. Мына аялдаманың халыққа нағыз пайдасы тиетін уақыт. Алайда аптап-ыстық басталғалы автобус күткен жұрт сая таба алмай әлек. Олар тал терек пен жарық бағандарының көлеңкесін саялап жүр. Жылгородок аялдамасында, мысалы, ішінде кондиционер ыссы жел айдап тұр. Оның орнына салқын жүру керек деп ойлаймын. Мынандай ыстылықта адамдарға қиын. Ақшасында кетіп жатырға оны бір құдайдың өзі бен қайық кетіп жатқанын. Жанып тұр, қазір қарашы, жанып тұр. Бәрі қондырылып тұр, жүрмейді, неге жүрмейді? Салқындатқыштардың жұмыс жасамайтыны өз алдына. Мұнда тіпті бейнебақылау камераларда іске қосылмаған. Болат деген Wi-Fi да жоқ. Ал атқамінерлер аялдамалардың бұндай күйге түскеніне тұрғындардың өздері кінәлі дейді. Қазіргі ашық тұрған аялдамалардың көбіндесі тұрғындардың да көбіне ішіндегі кнопкаларын қозғау арқылы жылылық режимге қосып түсіріп кету фактілері кездесіп тұр. Бұл мақсатта біз тағы да жекелеп аялдамаларды қарап шығамыз. Бұның енді ішкі камералы құрылғыларын қосу біз қазір уақытта қаржы бөлімі арқылы тағы да сенімгерлікке басқаруға беруге ашық электронды конкурсқа беріп жатырмыз. Бұл арнайы аялдамалардың иелері электронды ашық конкурсының жеңімпазы болып танылған мекемелердің құзырына өткеннен кейін бұл Wi-Fi желісімен де және камера жүйелермен де толық қамтылатын болады. Жалпы қала аумағында 22 жабық аялдама бар. Оның 6-ы сенімгерлік басқаруға берілген. Қалғаны қалалық әкімдіктің иелігінде. Жұлдыз Қайратқызы, Нұрбек Шайден, Жібек Жолы, Атырау облысынан. Маңғыстау облысындағы Жетібай ауылынан 15 шақырым жердегі Шалва кен орнынан мұнай жердің бетіне шығып табиғатты ластап жатыр. Қара түсте сұйықтық төгілген жерге мал жайылып жүр. Тұрғындардың мұндай көріністі видеоға түсіріп, әлеуметтік желіге жариялауы бірінші рет емес. Экологтар да бұл жағдайдан хабардар. Алайда ешкім жауап бере алмай отыр. Өйткені ескі ұңғылардың қожайыны жоқ. Жер орны мемлекет меншігінде. Сондықтан әзірге қолдан келетін жалғыз амал әлгі аумақтың айналасына қоршау салу. Қазір бұл бағытта тиісті жұмыс басталды дейді мамандар. Участок Шалва дейтін бұрын мұнай сервис дейтін мекеменің атында болған. Қазіргі таңда ол мекеме жоқ. Біз енді тиісті тексеру жұмыстарын жүргіздік. Бірақ та алайда жаңа операторны таба алмадықтан, ол жаңа басшылар Қазақстандықта болмадықтан оны не істеуге мүмкіндік болмады. Кінәлі нені табу үшін біздің енді шектеулі болғандықтан, ол жаңа оператор болмадықтан құқық органдарына хабарласу керек деп ойлаймын.
Алматыда 18 елдің 130-дан астам ең мықты шахматшылар бас қосты. Ауқымды шараны қала әкімдігінің қолдауымен Мәдениет және спорт министрлігі, Азия шахмат федерациясы мен Қазақстан шахмат федерациясы ұйымдастырды. Турнирдің бас серіктесі Freedom Holding Corp. Жарыстың қалай өткені жайлы тілшіміз тарқатады. 8 күндік жарыс бір күндей зымырап өте шықты, себебі турнир өте тартысты өтті. Спорт сарайының трибунасындағы жанкүйерлер әр ойынның нәтижесін асыға күтті. Өзгелерден оза шауып, ең көп ұпай жинаған өзбек гроссмейстері Шамсидин Вахидов Азия шахматының королі атанды. Күміс жүлде ирандық Барде Данышваруға, ал қола қазақстандық шахматшы Алишер Сүлейменовке бұйырды. Менің ойындарымда қауіпті позициялар көп болды. Десекте сәттілік серігім болды. Менің ойымша келесі жолы басқа турнирде бірінші орынды иеленемін. Можно было бы замахнуться на первое место, но в другом турнире скорее. Ал әйелдер арасында Азия шахмат тәжін Үндістаннан келген 17 жастағы шахматшы Диве Дешмух иеленді. Мен шахматты 6 жасымнан ойнаймын. Бір қызығы алғашқы 2 жыл бойы шахматты еш ұнатпадым. Бірақ кейін турнирлерге бара бастағанда қызығушылығым оянды. Сондықтан бәсекелестік рух шахмат жолындағы басты фактор деп есептеймін. Әйелдер чемпионатының үздік қатысушыларының топ 5-тігінен қазақстандық шахматшылар Ксения Балабаева мен Амина Қайырбекова көрінді. Блиц чемпионатында қатарынан 6 рет жеңіске жеткен Ксения алтын иеленді. Жуырда Open турнирлерге баруды жоспарлап отырмын. Әйелдер гроссмейстерінің 3-ші соңғы нормасын орындап, рейтинг алып, ел игілігі үшін ойнағым келеді. Спортшыларымыз жарыс кезінде бір-бірінен ең кем дегенде 2 метр ара қашықтықты ұстауы тиіс. Сондықтан үлкен спорт кешенінде жарыс өткізу ол ыңғайлы. Спортшыларға да ыңғайлы, жарыс өткізуші ұйымдастырушылар үшін де өте ыңғайлы болып табылады. Ал келесі айда 6 жеңімпаз Бакуде өтетін 2023 жылғы FIDE әлем чемпионатына аттанады. Осы мәртебелі шараның финалистері үміткерлер турниріне қатысып, содан кейін шахматтан әлем чемпионы атағы үшін матчта бақ сынайды. Аружан Серік, Айман Каймульдина, Жібек жолы. Ал Түркістан облысының Қарнақ ауылында дәстүр алмасы пісті. Жемістің бұл түрі еліміз бойынша тек осы өңірде өседі. Жергілікті бағбандар алма ағаштарының бұл түрін күтіп баптағанына ширек ғасыр болыпты. Өзге аймақта жерсінбейтін жемістің құпиясы неде, тілшіміз анықтап көрді. Дәстүр алмасының тарихы тереңнен бастау алады. Қарнақ ауылының тұрғындары алманың бұл сорты 1940 жылдары ойлап табылғанын айтады. Бірақ қалай пайда болғаны өздеріне де жұмбақ. Басқа жерлерге де барып көшеттерін алып бізден дәстүр алманы бір екіп көрген. Бірақ бәрібір біздің ауылдағыдай бір болып жетіспейді алмада. Мысалы 2-3 жылдан кейін алма құйрап кетеді, баяғыдай ауылдағыдай болып бір дәстүр алма болып шықпайды. Енді ол менің ойлауымша біздің климат, біздің ауылдың табиғаты, біздің ауылдың экологиясы дұрыс келгеннен ма, соның үшін ма осы дәстүр алма біздің ауылда ғана бір әдемі болып пісіп жетіледі. Бағбандардың сөзінше қазір бұл жеміске жойылып кету қаупі төніп тұр. Өйткені бұл алма мезгілінде ғана саудаға түседі, ал сақтауға жарамайды. Сондықтан тұрғындар оның орнына алманың басқа сортын егіп жатыр екен. Мен бүкіл Қарнақ ауылындағыларға айтқан болатын ем, бұл алманы сақтап қалуымыз керек. Ал енді Қазақстанның басқа жерінде өмір сүретіндер бұл алманы, дәстүр алма деген не екенін көріп жесе, қазір жеуге мүмкіншілік бар. Қазір 15-20 күн бұл алма бар, сатуда да бар. Сондықтан осы алманы біз дәріптеп атқанымыз, бұл алманы жоғалып кетпеуге үлесіміз қосылып басқа қуанамыз да. Өйткені бұл нағыз Қазақстанның алмасы, басқа жерде жоқ алма. Тек Қарнақ ауылында ғана өсетін алманың ерекшелігі түйней бастағаннан ақ жей беруге болады. Сондықтан небәрі бір ай ішінде ол пісіп таусылып кетеді. Қазір өңірде бұл алма түріне сұраныс көп, сол үшін жемісті дер кезінде жинауға бүкіл ауыл кірісіп кеткен. Биыл табиғат тосын мінез көрсетіп, дәстүр алмасы аз өнім берген. Соған қарамастан тұрғындар әртүп ағаштан кем дегенде 10 жәшік жеміс алдық дейді. Нұркен Әкімхан, Жібек жолы, Түркістан облысынан. Қымбат көрермендер, мендегі ақпараттар легосымен тәмам. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Эфир тізгінін әріптестеріме берем. Ғазиз, сөз өзіңізде.